Қызылорда қаласында тапа-тал түсте мопед мінген белгісіз адамдар қала тұрғынын тонап кеткен. Оқиға орнынан тілшіміз. Алтын ұрлап жүрген бұл мопедистер. Осымен қаладағы бірнеше жаңағыдай алтын сататын, қабылдайтын, сақтайтын жерлер тонап жүрген. Содан кейін қаладағы доступный алтыны бар жерлердің барлығын тонап тауысып болып, енді адамның аузына шыққан ғой. Яғни алтын тістері бар адамдар тонап жүр. Айттым мен бұған, база адам қазіргі заманда алтын тіс салдыра ма, 90 жылдар емес қой саған болды. Жоқ, осыны айт деп мазға салдырып алды. Енді ай сайын кредиті келеді, тісін ломбардқа түседі та, айлығы түскен кезде қайтып выкупать етіп алады. Сосын ана қатын өткенде мақырын сұратқан кезде осы тістің кетінен құтылды. Яптығыдық бұл тіс емес, депозит болды бұған. Мына жағдайдан кейін айтпай, бажа өлесің ба, құрсын кәм керамика салдырайық деп стоматологияға келдім. Үсербаева 19-да орналасқан доктор Дент деген Ақжанға қарама-қарсы орналасқан ғой, короче. Центрде сервис Астанадағы резидент деген бодидағыдай качество немецкий, услуга американский, бағасы узбекистанский. Еще ПТК-дағы таксистен келдім десеңдер, скидка жасап береді сендерге. Нал десең нал, ред десең ред, пенсионка десең пенсионкамен төлейсің. Вообще тіс деген темаға байланысты осы жерге келе бересіңдер ғой. Мынау ғой мынау тісі, мына алтын тіс. Осыны керамика алайын деп тұр. Жүре бажа жат ана жерге. Карина Курчигенова, Полина Пломбиева, ПТК арнасы.